Ағымыс насылдың бүгін 22-сі, кеше күннің тоқырау болса, бүгін ай толды. 14-інде толған айдай деп ай көйлек бейін белейтін бұрынғы аталарымыз енді оның бәрі ұмыт қалды. Албастылар, жын-перілер, неше түрлі жаман сондай нәрселер оянып, сиқыр дуанның күшейген уақыты. Ең бірінші сақтану құралы бұл. Тұзға жуыңыздар, үйді адыраспандаңыздар. Енді кеш шыққаныма айып етпеңіздер. Алдағы уақытқа да ескертулер болады. Сол қазақи ең бір ғой. Үйде шырақ болса шырақ жағып қойыңыздар, тұзбен жуыңыздар, адыраспенмен аластаңыздар. Енді арқа жақта арша жағады, біз енді оңтүстікте болғаннан кейін адыраспандаймыз. Ал енді аруақтар бізге қалай қорғап, қалай жебеп жасқап жүр, соны бір қарап жіберейік. Күш қуат өздеріңізде. Жақсы ойлап, жақсы сөйлеп, жақсылыққа ұмтылыңыздар. Күш қуат адамның өз қолында, адам өз денесінде. Құдай сізге бар нәрсені берді. Тек енді өзіңіз, міне айтып отырмын, күш қуат тек өздеріңізде. Құдай онысы да бәрін жаратып қойды. Одан алақан жайып сұрай берудің қажет жоқ. Өзіңіз басыңыз істеп, миыңызды іс-әрекет жасап, алға қарай ұмтылсаңыз, күшіңіз сол күйі одан сайын арта береді. Мындай жаман пиғылды адамдарды бір-ақ сәтте жоюға болады. Отбасылық құндылық, отбасылық әулеттің күш қуаты үлкен әсер береді. Сондықтан шежіре заңын қатаң сақтаңыздар. Өзге ұлтқа тиіп, өзге ұлттан қыз алудың қажет жоқ. Қазақшылықты қатаң сақтаңыздар. Жолдарыңыз ашық болады сол кезде. Қазақшылықтан асқан күш қуат жоқ. Мынандай қиын сәтте болуыңыз мүмкін. Қазір алкогольді ішудің қажет жоқ. Ай толғаннан 3 күн, ай толғаннан кейін 3 күн алкогольді мүлдем ішпей қойыңыздар. Ай толғанда да солай. Өйткені ауыртпашылықтар өте көп болады. Сондықтан алкоголь, шылым, кальян, бірдеме шеттен келген қазақта жоқ нәрсені тұтынбаңыздар. Сонда өзіңіз бек, өзіңіз хан боласыздар. Өз тағдырларыңыз өз